сәлеметсіздер ме достар, бүгін мен қатал тағдыр деген видео түсіретін боламын, ал кеттік. Мәссаған, мына менің квартирам ғой, ата-анам да тастап кетті. Биыл ақшасын төлеу керек квартираның, енді не істеймін? Жарайды, бір амалын істейтін шығармын. Маған жұмыс табу керек, бірақ мені ешкім жұмысқа алмайды. Себебі мен кішкентай емеспін бе? Ақша да табу керек. Ертең квартираның ақшасын сұрайды. Енді не істеймін? Түк амалым қалған жоқ. Жұмысқа тұру керек маған. Тұрайыншы, болды, жұмыс істеу керек. Болды, мен айтқанымнан қайтпаймын. Мынандай мақал бар емес пе? Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді деген. Сондай мақал бар емес пе? Онда мен баруым керек. Ол үшін осы жерде ақырын байқатпай өтейінші. Ақырын өтуім керек. Мені байқап қоймау керек қызметкерлері қонақ үйдің, квартираның. Ақырын өтейікші. Алақай, жоқ екен ғой қызметкерлері. Тамақтануға кеткен-ау. Менің де қарным ашты. Не істесем болады екен? Не істейін? Ұрлаудан басқа амалым жоқ. Ал осындай маска тауып алдым, жерден киіп алдым. Ал қай үйге барсам болады екен? Менде бір ағаш скейтборд бар еді ғой. Сонымен жүрсем қайтеді? Ал кеттік. Өзі де сынып жатыр скейтбордым. Ана жақта үйін сатып жіберіпті ғой. Жарайды, мен де бұл жерден үй ала алмаймын. Өте қымбат үйлер. Күшті екен қаласы. Ал мен кішкентай бір комнаталы үйде тұрамын. Бірақ бөлмелі үйде. Квартираның да ақшасын табу керек. Қай үйден бастайын енді ақша алуды? Ол үшін заттар алып алайын. Жарайды, бай үйден бастайыншы. Заттарымды алып алайыншы бірінші. Таппай жатырмыз сөмкемнен. Салып едім ғой жерден тауып алған бомбочкамды. Қайда? Таптым сөмкемнен. Енді тезірек барым керек. Артынан кірген дұрыс. Бізді байқамайтын болады, егер артынан кірсек. Тезірек жүрім керек, мені байқамаса екен. Үйде мүмкін ешкім жоқ шығар. Шаршап кеттім, жарайды. Тәуекел етуім керек мен. Бірақ үйді тонаймын, уәде. Мүмкін бұл үйде де сейф бар шығар, жай ғана ақша емес. Қай жерінен кірейін? Лифтідан ба? Лифтінің арты жабық, менің бойым қысқа. Ашылмайды есік. Мәссаған, үйдің есігі ашық екен ғой, алдынан да кіре салса болу керек еді ғой. Онда бұл жерде лифті жоқ. Онда мен екінші этажға барып қарауым керек. Ал қайда сейф? Біреулер айтушы еді, гүлде менің сейфім бар деп. Сол гүлді басып көру керек еді, басайыншы ал. Анда ашылды. Қайттан жабылды, анда біреу кетті ғой. Ол байқамады деп сенемін мені. Ашылмай жатыр ана жер, басайыншы гүлді. Ашылды. Қайтадан жабылып қалды. Қайтадан барып ашпасам. Кірдім, алақай, сейфке. Енді бізге ақырындап жару керек. Ал, мәссаған. Алдым, кешіріңіздер. Мәссаған, енді бұл ұрлығымды ешкім білмесе екен. 1 миллион ба әлде? Білмеймін ғой санауды. Өте көп ау деймін.
егер осыдан 10.000 теңгеден 10 тал болатын болса 1 миллион деген сөз деген анам. Ал шыға алмай жатырмын енді. Құлтап тастаған ба? Той, шыға алмай жатырмын. Жоқ, құлтамаған екен. Бірақ мен өзім бойым кішкентай шыға алмаймын. Мәссаған, шықтым. Ал өз үйіме барайыншы. Квартираның ақшасын төлейін айтпақшы. Әйтпесе ертең сұрай береді. Әрең таптым ғой ақшасын. Әйтеуір менен сұрамаса болды, қайдан таптың десе, анамнан алдым деймін. Анам маған төлесін деп айтып қойған. Сол ақшаны сізге беруге келдім деп айтам ғой. Әлі де ешкім жоқ қой. Жарайды, қалдырып кете салайыншы сол жерге жазып аты жөнімді. Бірақ мен аты жөнін жазу білмеймін ғой. Жарайды, бір гүлімнің басымдағы абадок гүлімнің қалдығын қалдырармын сындырып. Біздікін білер сол кезде біз екенімізді. Ылғи мені көреді ғой. Ал төлейінші. Қай жерден төлейді? Мінекей. Төледім, болды, мен тез кетуім керек қазір. Айтар ұрлық жасап жүрсің бе деп. Маскамды шештім, алақай. Айтпақшы, арада 14 пе, 15 пе жыл өтті. 15 жыл өтті. Мен ол кезде наверное, 4-те болғам. Қазір 19-дамын. Маған жұмыс істеу керек. Мүмкін ана пиццерияға барып көрермін. Менің керемет велосипедім бар. Бірақ мен оны бұрын ұрлаған ақшама сатып алдым ғой. Әлі квартирада тұрамын. Әлі үлкен билікке жеткен жоқпын. Ал тезірек барайыншы, жұмыс істегімде келіп тұрған жоқ. Жарайды, енді ақша табу керек қой. Ана қалған ақшаны сейфке салып қойғанмын. Қалғанын өзім мен алып шықтым. Ал келдім. Бұның іші өте әдемі екен. Өте керемет іші пиццерияның. Ешкім жоқ па? Ешкім жоқ қой. Есіктері де ашық шығар. Ашық екен есіктері. Ешкім жоқ бірақ. Ал мына жерлеріне кіргім келіп тұрған жоқ. Мына жерден ешкім көрмей тұрғанда аттап өтсем болмай ма екен? Солай өтейін ба? Ал өте күшті екен. Солай өтсем. Әйтпесе өте алмаймын. Мұнда хат тастап кетуім керек, мен жұмысқа тұрам деген. Жазып қойыпты ғой, егер жұмысқа тұрғыңыз келсе, хат тастаңыз деп. Хат тастадым ал. Ал адам әлі жоқ. Не істесем болады? Мен айтпақшы, заказ қабылдайды емеспін бе? Заказды қабылдайын онда. Анда да есік тұр екен ғой, кіретін. Мен болсам аттап жүрсем. Ал енді заказ қабылдау керек. Заказ қабылдайыншы. Заказ кімнен түсті? Бір ханымға түсіп еді ғой. Тезірек велосипедпен бармасам. Қай үй деппін ғой. Ұмытып қалған ба? 15-ші екен ғой, келдім. Ал келдім, ақшасын алдын ала төлеп қойған смартфонмен. Ал қалдырдым тамағын, өз алып кетер. Тек қана бірақ заказ түсті ғой маған. Тезірек пиццерияға барсам екен. Заказ мүлдем түспеді, 1 сағат өтті. Тек бағанағы бірақ заказ түсті. Бір ханым жіберген, атында сұрамаппын ғой. Көп сөйлеме, тезірек пиццерияға барайыншы. Шаршап кеттім. Аяғым да ауырды. Қашан мен жетістіктерге жетеді екенмін, армандадым бәрі.
егер жұмыс түспесе, мені жұмыстан шығармаса екен, заказ түспесе. Менімше шығармайды, оларға жұмысшы керек. Ал өзімнің қарным ашты, төгіп алдым. Мені енді точно жұмыстан шығарады ғой. Алынбайды мына заттар. Жағылып қалған кәдімгідей тазаласам да. Мәссаған. Енді не істеймін? Енді мені жұмыстан шығармаса болғаны. Әлгі бастық берген телефонды да алып алмаса екен. Соны мен бәрімен сөйлесем ғой. Ал телефонмен сөйлесейін. Алло, бастық. Мені жұмыстан шығармаңызшы, өтінем. Эх, сау болыңыз. Мені жұмыстан шығарады екен. Енді не істеймін? Енді амалым жоқ, жарайды. Маған енді жұмыстан да шығу қажет. Нанымды қалай табамын? Нан алу үшін маған ақша керек, квартираны төлеу үшін. Мен не істесем болады? Не істеймін енді? Жарайды, бір амалым табармын. Жұмыстан шықсам шығайын. Бұл мен үшін өте қиын жұмыс болып тұр. Шығайын ал жұмыстан, жарайды. Кафеге де ешкім келген жоқ, пиццерияға. Жарайды. Жұмыстан шықсам шығайыншы. Енді қандай жұмыс істесем болады? Сау болыңыздар, достар. Бүгінге бірінші серия бітті. Екінші серия үшін өз қалаған лайктарыңызды басып тіркеліп кетіңіздер. Комментарияға жүрекше қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.